Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Нұр Отан партиясының сайлауалды штабына барды. Маңызды науқан алдында билік партиясының әзірлігін байқады. Партия мүшелерінің баяндамасын тыңдап, жастармен жүздесті. Келелі кездесу барысын әріптесім Талғат Уали баяндайды. Экранға зер салайық. Нұр Отан партиясының сайлауалды штабы саяси додаға қаншалықты әзір екенін партияның төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев өзі барып тексерді. Саяси ұйымның жастарымен кездесіп, жоспарымен танысты. Одан кейін елбасы дөңгелек үстел басына отырып, жиынды бастады. Қымбатты нұр отандықтар, Қазақстанның барлық өңірлерінде біз науқанның басында, сайлау жұмыстарының басында биылғы жылы кездесіп отырмыз. Дайындығымызды бақылап алайық деп, уақытымызды түгендеп алайық деп, істеген жұмыстардың барлығының нәтижесі осы болады. Партияның сайлауға дайындығы қандай және халыққа нендей үгіт насихат жүргізбек? Бұл сауалдардың жауабын төрағаның бірінші орынбасары Асқар Мырзахметов баяндады. Биылғы жыл еліміз үшін маңызды жыл екендігі белгілі. Тәуелсіздігімізге ширек ғасыр толғалы отыр. Оған қоса сайлау науқаны өткелі тұр. Кезектен тыс сайлау өткізу туралы ресми шешім қабылданғаннан кейін партияның сайлауалды жұмыстары басталып кетті. Бүгінде Нұр Отан партиясының республикалық сайлауалды штабы 16 аймақтық және 208 аудандық қалалық штабтары үгіт насихат жұмыстарына жалпы сайлауға толығымен әзір. Спортшы Серік Сәпиев, жыршы Бекболат Тілеухан, әртіс Нұрлан Әлімжан және скрипкашы Айман Мұсақаджаева. Бұлардың басын бір үстелге Нұр Отан түйістіріп отыр. Танымал тұлғалардың барлығы осы партияның мүшелері. Смысл партийной программы – единство, стабильность, созидание. Нұр Отан партиясының бағдарламасына арқау болған бірлік, тұрақтылық, жасампаздық ұғымдары барша ел халқына түсінікті және жандарына жақын екеніне сенімдімін. Халық бірлігі мен қоғамдық келісімге негізделген сіздің бағытыңыз мемлекетімізді 25 жыл бойына жетістіктерге жетелеп келеді. Бұлар бүгінгі заманның басты құндылықтары. Елбасы нұротандықтарға сайлауалды платформада бекітілген тапсырмаларға мұқият көңіл бөліп, оның толық орындалуын қадағалауды міндеттеді. Себебі партияның бұл жұмысы Нұрлы жол бағдарламасы және 100 нақты қадам ұлт жоспарымен астарласып жатыр. Сондай-ақ президент сайлаушылардың саяси науқанға қатысу үшін барлық жағдайды жасауды тағы да тапсырды. Бұл міндет әсіресе оңтүстік Қазақстан облысының басшылығына бағытталды. Себебі дәл осы аймақта халықтың саны 3 миллионнан асып жығылады. Қазір енді оңтүстік Қазақстанда Астанадағы сияқты суық емес, күн жарқырап тұр, балықтарымның көңіл күйлерінің жақсы шығар қазір. Көктем келе жатыр мінекей. Әдейі сол оңтүстік қазақстандықтардың көңілі жарқын болсын деп көрмейсіңдер ме, көктемде өткізіп жатырмыз сайлау. Нұрсұлтан Назарбаев тағы бір мәрте билікті де халықты да үнемшілікке шақырды. Экономикалық ахуал осыған итермелейді. Дәл осы кезеңде табандық танытып, дағдарыстан аман-сау өту жалпыға ортақ қойылған міндет. Нам надо жить по-другому. Не опираясь на большие деньги, которые поступают за счет наших сырьевых ресурсов. То, что у нас есть такие ресурсы, это очень хорошо. Это не будем мы об этом говорить, с сожалением. Мы это используем, но жизнь показывает, что надо нам уходить на альтернативную экономику. Елбасы Нұр Отан партиясының мүшелеріне халықтың мұң-мұқтажына құлақ асуды айрықша тапсырды. Себебі әр адамның пікірі қоғамның кем-кетіктерін жіті түсініп, қажетті амалдар қарастыруға мүмкіндік береді, деді президент. У нас есть люди, которые не трудоустроились, не нашли свое место в этих сложных условиях. Есть дальние аулы, где вода до сих пор не доведена. Есть плохие квартиры жилищно-коммунальных хозяйств, порванные трубы и так далее, и так далее. Кому-то чего-то не хватает. Ну, может быть, нет возможности всем принести на тарелочке ему дать, но поговорить и разъяснить, и сказать, что когда это будет, потому что это будет, мы на это работаем, вот это наша задача. Самое главное, не отворачиваться от нужды и чаяния человека. Сондай-ақ жиын барысында еліміздің өзге де облыстарынан онлайн байланысқа шыққан партия филиалдары елбасына сайлау алды әзірліктерін баяндады. Жиынды қорытындылай келе Нұрсұлтан Назарбаев бүкіл әлем көз тігіп отырған саяси науқанда тағы бір мәрте бірлігімізді дәлелдеуге шақырды. Осындай сын сәтте бәріміз бір көзбен қарайтын болайық. Бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып, бірлігімізді бүкіл дүние жүзіне тағы да бір паш ететін болайық. Келістік па? Талғат Уали, Дулат Ентебеков, президент телерадио кешенінің көмегімен қорытынды жаңалықтар.